YouTube'da қазір бірдеңе болып жатыр. Және көп адам оны әлі түсінбей жүр. Кейбір үлкен каналдар қаралым жоғалтып жатыр, ал кішкентай новыйдан жаңадан ашылған каналдар миллиондап просмотр алып жатыр. Неге? Себебі YouTube алгоритмі өзгерді. Және бұл өзгеріс көп адамның бүкіл стратегиясын бұзды. Бүгін мен саған YouTube алгоритмінің нақты қалай өзгергенін, кішкентай каналдар неге енді тез өсе алатынын, неге кей үлкен каналдар құлап жатқанын, жасанды интеллект каналдарға YouTube қалай қарап жатқанын, Shadowban қалай жұмыс істейтінін, контентті қалай дұрыс жасау керектігін толық түсіндіріп беремін. Және ең қызығы, біз жақында ашқан бір каналдың статистикасында көрсетемін. Соңына дейін қара, себебі видеоның ортасында мен YouTube'қа қазір ең қауіпті қателікті айтып өтемін. Көп адам дәл сол жерде өзінің каналын өлтіріп жатыр. Ал егер саған осындай YouTube стратегиялар қызық болатын болса, қазірден каналымызға жазылып қой. YouTube'да не өзгерді? Бұрын YouTube қалай жұмыс істейтін? Сен бір каналға жазыласың, сосын YouTube саған сол каналдың видеоларын көп көрсетеді. Яғни subscriber based recommendation логикасы күшті болатын. Бірақ қазір бәрі өзгеріп жатыр. YouTube енді сен кімге жазылдың дегеннен гөрі, сен не қарап жүрсің дегенге қатты қарай бастады. Бұл өте үлкен өзгеріс. Көп адамның осының масштабын түсінбей жүр әлі күнге дейін. Бұл кішкентай каналдарға не береді? Міне ең қызық жер. Егер сенің каналың жаңа болса, тіпті 0 оқырман болса да, сенің видеоң миллиондаған адамға шығуы мүмкін. Иә, қазір бұл бұрынғыдан да әлде қайда мүмкін. Неге? Өйткені YouTube енді бұл канал үлкен бе деп емес, бұл видео қызық па деп қарай бастады. Ескі стратегиялар неге өліп жатыр? Бұрын үлкен каналдарда бір нәрсе болатын. Бұл адам не салса да өтеді. Қара экран салса да миллиондаған просмотр жинайды. Енді олай болмайды. Неге? Себебі YouTube енді subscriber оқырманға қарай емес, олардың оқырмандардың өздерінің нені қызығып көреді, соған қарай бастады. Адам не көргісі келеді, соған қарай итермелейді, видеоларды көрсетеді YouTube. Мына нәрсені түсіну өте маңызды. Егер сен тамақ, яғни food канал болатын болсаң, тамақ канал болатын болсаң, ойын каналы болатын болсаң, және маркетингті түсіндіретін канал болатын болсаң, нишаңды өзгертуге болмайды. Бұл ереже әлі де бар. Бірақ сенің нишаңда тренд тақырып шығатын болса, кішкентай болса да сенің каналың алдыңғы қатарға шыға алады. Міне, қазір мүмкіндік осы жерде. Біз ашқан каналдың статистикасы, қазір бірдеңе көрсетіп жіберейін. Екінші парақшама өтіп алайын. Қазір өздеріңіз белгілі, осы канал Мәке Девтің екінші серігі деп айтайық. Мәке блог каналын бастадық. Каналға өте аз видео салынды. Бастапқы кезде шортс каналы ретінде басталды. Ары қарай ұзын видеоларға да өтіп жатырмыз қазір. Ең қызығы бір ай емес, 3 айға дейін видео салынған жоқ. Бастапқы кезде шортс видеолар салынды, ары қарай тоқтаттық та ештеңе салған жоқпыз. Ең қызығы осы жерде. Қаралым, просмотр тоқтаған жоқ. Жүріп отырды, жай болса да. Ескі алгоритмде не болушы еді? Канал бірден өлетін. Бірақ қазір олай емес. Егер видеоң қызық болса, YouTube оны әлі де рекомендацияға шығара береді. Міне, жаңа алгоритмнің ең үлкен айырмашылығы осы. Енді сан емес, сапа маңызды. Қазір YouTube саған күнде 5 видео сал деп тұрған жоқ. YouTube қазір адамдарға қызық видео сал деп тұр. Бұл екі түрлі нәрсе. Көп адам әлі ескі жүйемен жүр. Жасанды интеллект каналдарға қарсы соғыс басталды. Қазір өте маңызды нәрсеге келдік. Өкінішке орай қаншама каналдар YouTube'да өшіп кетіп жатыр, монетизациясы алынып жатыр. YouTube қазір клон каналдарға, яғни көшірме, шаблон AI контентке, яғни біреудің шаблонын алып қолдану, бұл әсіресе музыка жасайтын каналдарға да қатысты. Copy-paste видеоларға, яғни көшіріп аласын, саласын, көшіресін, саласын. Осындай видеоларға YouTube қарсы шығып жатыр. Және бұл өте қатты байқалады қазір. Shadowban дегеніміз не? Көп адам бұл сөзді айтады, бірақ шын мәнінде мән бермейді бұның өте қауіпті екеніне. Егер YouTube сенің каналыңды қайталанатын контенті бар канал деп, немесе төменгі сападағы контенті бар канал деп, немесе көшірме контенттері бар канал деп көретін болса, қаралымыңды жайлап құлата бастайды. Көп канал осы жерде мән бермейді. Каналдың қаралымы неге төмендеу керек? Ең жаманы, кейде басқа каналдарыңа да әсер етуі мүмкін бұл нәрсе. Яғни сіз бір емес бірнеше канал жүргізетін болсаңыз,
бір каналыңыздан бастайтын болса, басқа каналыңыздарға да әсер етеді. Бұл өте маңызды. Көп адам қазір қандай қате жасап жатыр? Қазір Инстаграмда, ТикТокта бір нәрсе көбейді. Мына каналды көшірсең, кетесің, атасың. Осыны басқа тілге аударып жаса. Жасанды интеллектпен дәл осындай видео жасап сал. Міне осы ең үлкен қате. YouTube қазір дәл осы нәрсені ұстап жатыр. Басқа тілге аудару неге жеткіліксіз? Көп адам ойлайды, ағылшынша видеоны қазақшаға аударсам оригинал. Жоқ, YouTube транскрипті де түсінеді қазір. Жасанды интеллект оны салыстыра алады. Сен тек тілді өзгертіп оригинал бола алмайсың. Онда не істеу керек? Міне ең маңызды жер осы. Сен көшіру емес, біріктіру жасауың керек. Яғни екі нәрселерді алып біріктіруің керексің. Мысалға, бір канал бір оқиғаны айтып беруді ұнатады. Бір канал бір оқиғаны айтып беріп түсіндіреді. Екінші канал визуализацияны мықты жасайды. Үшінші каналдың монтаж стилі басқаша. Енді саған не керек? Осының бәрін біріктіріп, жаңа формат жасауыңыз керек. Міне бұл қосылған құндылық, яғни жеке оригинал нәрсе осыдан шығады. Қосылған құндылық дегеніміз не? Бұл сөзді көп адам түсінбейді. Қарапайым тілмен айтсам, 2, 3, 4 идеяны қосып, жаңа нәрсе жасау. Міне сол. Мысал келтірейін. Мысалы, бір канал ағылшынша енді Apocalypse Stories жасайды. Екінші канал анимацияланған тарихи стилді қолданады. Сен екеуін қосып, анимацияланған Apocalypse тарих деп формат жасайсың. Міне, жаңа бұл контент, жаңа формат, жаңа контент. YouTube'да қазір не жетіспейді? Сапалы контент жетіспейді. Шын, қазір көп адам копи, жасанды интеллект, спам, low effort жасап кетті қазір. Көшіріп тастай береді барлық нәрсені. Сол үшін жақсы контент бұрынғыдан да құнды қазір. Жасанды интеллектті қалай дұрыс қолдану керек? Міне ең маңызды нәрселердің бірі. Көп адам AI-ға 30 минуттық сценарий жаз дей салады. Бұл қате. Сен AI-ға, яғни жасанды интеллектке өз дауысыңмен сөйлейтін тоныңды, дауысыңды беруің керек. Яғни сенің өз сөйлеу мәнеріңді түсіндіруің керексің YouTube-ға, жаңа жасанды интеллектке. Біз қалай жасаймыз? Мысалға, өзіміздің контентімізге қатысты өзіміздің жазбамызды дайындаймыз. Өзіміз жазамыз бірінші. Стилімізді үйрену керек YouTube, жаңа жасанды интеллект. Өзіміздің сөйлеу стилімізді, яғни мен осылай сөйлеймін, мынандай сөйлесуің керексің жасанды интеллектпен. Сенің сөйлесуіңе қарай ол сценарийлар жазады одан кейін. Сосын жасанды интеллектке айтамыз, жалғастыртамыз соны ары қарай. Міне сол кезде мәтін адам сияқты болады. Адамның тоны деген не? AI өзі адамша жаза алмайды. Сен оған өз эмоцияңды, өз сөйлеу стиліңді, өз логикаңды беруің керек. Сонда ғана нәтиже мықты болады. Ең маңызды қорытынды, қазір YouTube'да мүмкіндік өте көп. Бірақ копипаст каналдар, шаблон AI контенттер, аударма каналдар ұзақ өмір сүрмейді. Ал қызық идея, жаңа комбинация, адамша оқиғаны түсіндіру, сапа осылар жеңеді. Қорытынды. YouTube алгоритмі өзгерді, және бұл кішкентай каналдар үшін үлкен мүмкіндік. Егер сен қазір дұрыс стратегиямен кірсең, өте қатты өсе аласың. Бірақ копи жасама. AI-ды жалқаулық үшін қолданба. Ең маңыздысы, өзіме қойып қояйын қазір видеомды. Ең маңыздысы контентке өз ойыңды қос. Егер осы видео пайдалы болса, лайк басамыз, комментарий жазып кетеміз міндетті түрде. Сенің ойыңша YouTube'да қазір ең үлкен проблема не? Сенің каналыңдағы ең үлкен проблема не? Осыны комментарийға жазып кет, бірге талқылаймыз. Сенің каналыңа обзор жасаймыз. Өйткені келесі видеоларда мен бірнеше каналдарды обзор жасап көрсететін болам. Яғни кімде қандай қателік кетіп жатыр, кімнің каналдарына не жасау керек. Соларды бірге түсіндіріп, толық көрсетіп беріп кетем. Оны өткізіп алма, келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.